Енді атрофия дегені сол асқазанның ішіндегі сыртқы қышқылды бөлетін бездер жұмыс істемейді. Сонда асқазанның ішін қарасаңыз, қазіргі жас балалар, олардың асқазанның ішінде почти что жаңағы ана бұрын қазақтар асқазанның түгі кеткен екенін фидеп айтыпты дегенді естідім. Сондай асқазанның түгі кеткен жастар. Оны тамақты, мына тамақты ол балаларға өздеріңізде көріп жүрген шығарсыз. Қазіргі жас балалардың алдына мына тамақты қойсаңыз, жемек түгіл жиіркенеді. Неге? Өйткені себебі оны қабылдайтын организмде микроэлементтер нелер жоқ, түсініп отырсыз ба? Оған бөлінетін соль, сок жоқ. Оны бір рет жеген кезде аяқтан ештеңе өт қабылдамайды. Жаңағы соль бәрі бөлінбегеннен кейін бұлар қорытылмайды. Мынаусыз. Түсіндіңіз ба? Химиялық элементсіз. Содан кейін мынаны организм жаратпайды. Сіз өзіңіз осы дұрыс сау адам бір нәрсені жеп қалып кіріп алсаңыз, қайтып ананы әкеліп берсе алыстан қашасыз ба? Бір рет одан ұшындыңыз ғой. Сондай сияқты бұлар ұшынған адамдар сияқты қабылдай алмайды. Даже үйге кіріп келген кезде менің 16 жасар қызым екеуміз енді соғымнан қалған барымызды асып аэропорттан алып келіп үйге кірген кезде пап, чем воняет дома? Эй, қазы қартаның. А что так мясо испортился деп тұрды. Ана қазы қартаның үйге кіріп келген әдемі есім. Біреуін дәмін көрген жоқ. Пицца заказ берді, с этим она не. Чем вы заказали? Ой, ішіне балық салатын суши заказ берді, суши. А сушидің қала сыртындағы қабығы қап-қара. Соны қалай жасайтын мына кісінің ютубынан көруіңіз келіп, қай жерде қалай жасалып жатқан. Сол кезде қоясың ба жеуді? Қоймайсың ба? Ана кісіні көрсетсең де ана жастарды қойдырта алмайсың. Өйткені одан басқа онда нәр жоқ, жейтін тамақтары сондай. Ол қасірет. А мына памперс дегенде вообще айтатын жоқ. Памперс киген қазіргі 25-тегі балалар үйленгенменен бөпе жоқ. Бөпе жоқ айтты. Қайғы 2 жыл 3 жыл жүреді да бір-біріменен сөйлесіп, неге бөпем жоқ десе енді не деп айтады? Өзіміз ғой енді планировать етіп жүрміз, анау мынау дейді, жайлап экоға барады. Қазір өздеріңіз білесіздер, пәлен миллиард ақшаға ана қаладан эко ашылып жатыр, мына қаладан эко ашылып жатыр деп. Ой, искусственно оплатить, ол табиғи жолмен болмайтын себебі, жалпы Құдай тағала ер азаматтың 2 жұмыртқасын сыртқа денеден тыс жаратқан екен. Ол біздің медицинада оқығанда да солай. Көрінісінде ғой? Өйткені себебі бұл сырттағы ұман 2 қалтада болады. Оның ішіндегі жұмыртқаның өмір сүру температурасы бүкіл кітаптан да, ютубтан да, қай жерден қарасаңыз да тауып аласыз. 34-35 градус. 35-тен жоғары қызбау керек жұмыртқа. Түсіндіңіз ба? Адамның температурасы 36-36-тан жоғары. Кейбір балалар іштен туған кезде бір жұмыртқа түспей туатындар бар. Криптаркизм дейді. Біз соларды 3 жасқа жетпей операция жасап қалтаға түсіруге тырысамыз. Бұл әдемілік үшін ертеңгі күні түгелдейлеу деген әңгіме емес. Ол ана 36 градуста жатқан жұмыртқа ертеңгі күні жаман тінге айналады. Ішіндегі бүкіл нәрсенің барлығы қатып пісіп, жаман ауруға айналатын болғасын, ұрпақсыз болып қалатын болғасын түсіреміз. А мына ұма деген өзі жаңа жұмыртқаның сыртына ұма 7 қабаттан тұрады. Оның ішкі 2-еуі, сыртқы 2 қабаты температураның градусник сияқты қызмет атқарады. Ана температураны сезіледі деп тұрады. Егер де мына 36-34-тен төмендеп тоңып бара жатса, өзінен өзі жиырып әкеліп денеге 36-ға жақындатып жылытады. Одан ысып бара жатып 35-тен жоғарып қалса, салбыратып жіберіп суыту керек. Термостат. Түсіндіңіз ба? Машинаның термостаты сияқты жұмыс істейді. Мына қараңыз, қазақ ата-бабаларымыз дамбал киген ғой, анау салақтап жүретін бол. Өзінің температурасын ұстайды. Ол шалдар 70-80 байлар болған ол шалдарда. Оның бер жағындағы үкіметтен түресеге алып киген біздер плак киді. Тырыстырып. Олар 40-тан кейін бала көтеруің не қайбыл, уже анау пісіп қалып деген сөз. Оның бер жағындағы памперс кигендер, памперстің ішінде 36 емес, 37-37-тен жоғары температура қайнап жатыр. Тем более сідік шығады.
сідік пенен ананың ішінде химиялық элемент екеуі химиялық физикалық не дейді реакция реакция болған жерде температура жоғарылайды буланады сонда сол жерде памперстің астында бықсып отырған екі жұмыртқадан түк қалмайды ол ештеңе емес кішкентай кезінде өліп қалады ма сонда уже жарамсыз болып қалады ана қазіргі балаларда бір жасына бір айға жетті а че ол памперсті неге біз екі тесіп былай сыртқа шығарып кигізетін вариант жоқ па онда оның не қасиеті бар памперсті киюді